Бейтаныс адамдармен подъезге кірмеңіз. Артыңыздан біреу келе жатқанын байқасаңыз, подъезге кірмеңіз. Бірденен ұмытып кеткендей кейіп танытып, кіре берісте кідіріңіз. Ой, Арсен, здравствуй. Как ты? Нормально, все хорошо. А у вас? Да, спасибо, все хорошо. До свидания. Егер баспалдақ алаңында бейтаныс адам болса, есікті ашу қауіпті. Сондықтан пәтерден шықпас бұрын саңылау арқылы қарау керек. Егер сіз үйге баруға дайындалып жатсаңыз, пәтерде ешкім жоқ және баспалдақ алаңында бейтаныс адамды көрсеңіз, мүмкіндігінше тезірек сыртқа шыққаныңыз дұрыс. Егер кіреберістен шығып кетуге мүмкіндік болмаса, көрші пәтерлердің есігін қағып, көршілерден сені өз қабатына шығарып салуды сұра. Егер шабуыл болса, айқайлау керек. Басқа жол жоқ. Айқайлауды үйреніңіз. Сенің қауіпсіздігін бәрінен де маңызды. Абайлаңыз және мұқият болыңыз. Балалар қауіпсіздігі ережелерін білу сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін.